Кабирхан қазір рейтинг бойынша мен бәрі айтып жатыр, 4-ші болып тұр дейді қазір. Сатшы дегендер болыпты. Бұл жолы ондай әңгіме қозғалды ма, қозғалған жоқ па? Әлі қайталап қараған жоқпын жарысты. Қазір үйге барғасын жарысты қайталап қараймыз ғой. Кабирхан көшпенділер ойынына қатысуы мүмкін ба деген сұрақ қойып жатыр. Ассалаумағалейкум қазақ елі, міне көріп тұрсыздар. Менің қолымда кеше ғана Кабирхан тұлпарыны жеңіп алған Әлмақтың челлендж бәйгесінің кубогы менің қолымда тұр. Дәл қазір ғана әуежайда міне Тілек ағамызды күтіп алдық. Тілек аға, бәйгелеріңіз тағы құтты болсын. Тағы айтып өтейік, кеше ғана енді ең мықты деген бәйгелердің бірі міне өзі жазылып тұр. Әлмақтың челлендж бәйгесіне шапты. Группа 1-де шапты енді. А тобы деп айтсақ болатын шығар. Иә, айтып болады. А тобында бірінші келді. Енді кешегі бәйге туралы, эмоция туралы қалай болды, қандай үміт болды, қандай сенім болды, қандай ой болды? Ертерек бардыңыздар, жалпы тренермен сөйлестіңіздер, не айтты, не деді? Жеңісім әлі жүрегіме сыймай жатыр. Мынау деген қазақ елінің жеңісі ғой. Біріншіден енді мына бірінші группаның аттары мықты аттар болды. Финалға шықтық деп айтуға болады, уже бәрі айтып жатыр. Енді финалда 30 наурызда болады. Алла жазса, соған қатысамыз. Онда аттар одан да мықты, ең дүниежүзінің бүкіл мықты аттар қатысады. Кабирхан енді дайындығы жақсы болды, бәрі өте жақсы. Біріншіден мына Аллаға сеніп бардық, екіншіден мына қазақ елі бәрі дұғаларын берді. Тума-туыстар Ресейден де атақты менің бапкерім бар. Кабирханды үлкен дәрежеге жеткен, 2 дерби өткен Арслангерей Шабуев деген. Соның арқасында негізі өткенде Дагоцинда айтты, 80% дайындығын оны әзірлеген Арслангерей Шабуев. Ол бапкер международного класса. Ол СНГ-де ондай ат бермеген, ол жалғыз сондай кісі. Соған да рахмет айтам. Кеше мен енді көңілім толып тұрды, соны айта алмадым кеше. Енді соны айтқым келіп отыр. Сондай бәріне рахмет айтам. Бүкіл дүниежүзі СНГ-ның бәрі құттықтап жатыр. Өзбекстан, Таджикстан, Ресейден қатты қуанып жатыр. Сондай Кабирхан өзі тартымды ат, енді сүйкімді. Бәрі айтып жатыр, енді финалға бәріміз келеміз, балет етеміз деп, қолдаймыз деп. Кешегі бәйге туралы айтып беріңізші. Бәйгеге дейін енді біз Патрик Шабандоздың пікірін тыңдадық, естідік. Ол енді 2 апта демалыс деген кейбір аттарға аздық етуі мүмкін, бірақ Кабирхан өте қарулы жылқы, мықты жылқы. Енді Кабирханға мен сенем деген пікір айтты. Ол көп 4 ай жарысқа қатысқан жоқ қой, демалды ғой. Ол өткендегі бай 12-ші январда өте жақсы шықты формадан. Содан 2 жұма қалғанмен бапкер Дагоцин қатты жаттығу берген жоқ. Сондықтан дайындығы жақсы болды. Біздер ризамыз. Енді өзіңіз көрдіңіз ғой, қалай отрывпен келген. Бәйге басталмай тұрып, барлығы Клэптон мен осы Кабирхан арасындағы шайқас болады, тартыс болады деген пікір айтты. Бірақ енді соңғы 300 метр қалған кезде Клэптонның әлі келмеді, жоқ әлде біздің Кабирханның бағы жанды өте мықты болды. Сіз бәсекелес кім болады деп ойладыңыз? Оны букмекерлерда бәрі де айтып отырды ғой, Клэптон мен Кабирхан фаворит болып тұр. Кабирханның сәл коэффициенті жоғарылау болды. Клэптон аздау болды. Клэптон деген ол Breeders' Cup деген жарысқа қатысқан. Ол дүние жүзіндегі Америкада ең мықты кубок чемпионы. Одан отқан ат деген сразу айғырлыққа кетеді. Мына кубок Дубайы 30 наурызда болатын. Сонда Breeders' Cup'тың бірінші финалисті келуі мүмкін, соған айтып жатыр. Сосын Жапониядан мықты аттар келеді, ең дүниежүзіндегі мықты аттар келеді. Кабирхан қазір рейтинг бойынша мен бәрі айтып жатыр, 4-ші болып тұр дейді қазір. 16 ат қатысады, Алла жазса, тұяқтары бәрі аман болса, қатысамыз. Енді кешегі бәйге, сіз өзіңіз бұлай өмірде салмақтысыз, бірақ енді кеше бәйгеде бір орында тұра алмадыңыз, ар жүрдіңіз, бер жүрдіңіз, соңында енді сіздің секіргеніңізді бірінші рет көрдік. Енді мен ат иесі болғасын оны ойымдады, оны бәрі ойымдады, мен жолдастарым да ойымдады. Қасымдағы
ағаларым барды қолдауда. Бүкіл бәрі де ойымдады ғой. Ең маған қатты қиындық түскен маған енді мен қатты ойымдадым. Даже ұйқыда болған жоқ дұрыс. Шалай ұйқы болып әлі өзім сенбей тұрмын. Но әлі қайталап қараған жоқпын мына жарысты. Қазір үйге барғасын жарысты қайталап қараймыз ғой. Соңғы 300-500 метр қалған кезде қандай сенім болды, қандай ой болды сіздің миыңызда? 500 метр қалғанда уже сенім кірді, ол жеңіл келеді. Жеңіл келатқасын уже күшін жоғалтпаған, жақсы өтті. Тағы да отрывпен келді. Білмеймін 4-5 корпус отрывпен келді. Өте жеңіл шықты. Бүгін Кабирханды таңертең көрдік. Несі денсаулығы жақсы, көңіл күйі жақсы. Енді бәйгеге дейін 2 айға жуық уақыт бар. Кабирхан тағы бәйгеге қосылуы мүмкін ба? Оны бапкер шешеді, қазір 2 жұма демалады, содан кейін жаттығуға кіріседі. Қосылып қалуы да мүмкін. Мүмкін. Мүмкін, 2 ай негіз жарысқа қатыспаған ұзақтау, 1 айда бір жарысқа қатысып тұру керек. Оны может бапкер шешеді, бір жеңілдік жарысқа қатысу мүмкін. Жақсы, өткенде біз естідік, енді желтұрмас шөптің басы қимылдамайды, сатшы дегендер болыпты. Бұл жол ондай әңгіме қозғалды ма, қозғалған жоқ па? Былай айтқанда қазақ елінің аты, қазақ елі бәрі қуанып жатыр, қуантып жүре берейік. Сіз куәгер болып жүре берсін қазақ елі. Көрермендер бар, жалпы атбегілер бар. Кабирхан көшпенділер ойынына қатысуы мүмкін ба деген сұрақ қойып жатыр. Жоқ әлде басқа қосуыңыз мүмкін ба? Жоқ, көшпенділер ойынға мұны қатыстырмайтын болады. Ол осы 30 наурыздан кейін, жарыстан кейін аман есен шықса, ол демалу керек. Кабирханнан басқа да аттарыңыз бар ғой? Бар, әрине бар. Солар келуі мүмкін ба көшпенділерге? Олар келуі мүмкін. Оны Ресейде Арслангерей Шабуев деген бапкер дайындап жатыр. Олар да мықты аттар. Алла жазса, Россияның жарыстарына қатысақ, бәрі жақсы болса, көшпенділердің жарысына қатысады. Соның ішінен онда 2 ат дайындап жатыр. Сол 2 аттың біреуі келу керек. Алла жазса. 2 километрге шапты, 1 километр 900-ге шапты. Қайсысында өзін мықты көрсетті Кабирхан? Екеуінде де мықты көрсетті. Өзіңіз де көрдіңіз, екеуінде де мықты көрсетті. Енді кеше атбегілер арасында мынандай сөз болды. Кабирханның бір аяғын сәл сыртқа баса деген Тілек ағамыз қалай бұны таңдап алды? Жоқ әлде бұл атқа сенді ме? Көптеген атбегілер бұндай атты таңдамаушы еді ғой дегендер пікірлер айтылды. Жоқ, ол практикада бар. Оған ол ешқашан мешать етпейді, айтқанда. Ондай аттарда шауы жоқ. Өзі әкесі Калифорния, 2 аяғы да солай болды. Поэтому ол әкесіне ұқсаған. Кеше бүкіл қазақ, бүкіл жаңа өзіңіз айттыңыз, ТМД елдерінің бәрі сіздің тілеуіңіз тіледі. Сіз осы Кабирхан жеңіске жетсе екен деп тіледі. Енді қазақтың тарихында бұндай болмаған. Бұрынырақта өзіңіз білесіз, қазақ жерінен шыққан абсент олимпиада өтті. Одан кейінгі тарихты жаңғыртып отқан осы Кабирхан. Сізді көріп отқан көрерменге тілегіңіз, алғысыңыз болса да айтып өтсеңіз. Бәріңізге көп-көп рахмет айтам. Осылай куәгер бола беріңдер Кабирханға. Біздер жеңіске шыға берейік, қазақ елін қуанта берейік. Рахмет көп-көп. Алла разы болсын. Қымбатты көрермен, енді Кабирхан үшін біз алдағы уақытта тағын қысамыз. 30 наурыз күні финалдық ақтық сында осы Кабирхан бұдан да үлкен кубокты Қазақстанға әкелсін деп тілейік. Осымен бағдарлама тәмам. Аман болыңыздар.